Ертеде жалғыз басты бір бай өмір сүріпті. Оның туысқаны да, баласы да жинаған мал-мүлкі мен ақшасы еді. Соларды баладай мәпелеп күтетін. Бір күні ол жалшысының көңілді күлкісін естіп, оның үйін айналшықтап тыңдайды. Бірақ мардымды ештеңе ести алмайды. Ол ертесіне жалшыны түннің ортасына дейін босатпай әбден жұмысқа салады. Бірақ кешегі күлкі тағы қайталанады. Дегбірі қашып шыдамсызданған бай енді: «Мынау менің қазынамнан ұрлап жүр, сол үшін үйіне барып мәз болып жатыр», деген жаман ойға кетеді. Ол жалшысының есігін бір теуіп кіріп барады. Сөйтсе, жалшысы екі баласын арқасына мінгізіп алып, өзі ат болып ойнап жүр екен. «Ақымақ, бүгін қиралаңдап дұрыс жұмыс істемедің. Түнімен мына мұрынбоқтарыңды ойнатамын деп шаршайды екенсің ғой», деп ақырады. «Қожайын, осы екі балапанымды көргенде шаршау, уайым дегенді ұмытып, тыңайып сергіп қалам», деп байыпты қалыппен жазбай жауап береді малайы. «Нағыз ақымақ екен», деп үйден атып шыққан бай енді: «Мен кеш кіріп қалдым ба екен, ол ұрлаған ақшасын тығып үлгерді де маған сыр бермей отыр сұмпайы», деп күдігінен арыла алмай-ақ қояды. Екінші күні жалшы таң атқанша жұмыс жасайды, бірақ ол еш реніш білдірмей үйіне қайтады. Бай соңынан бұқпантайлап барып тағы тыңдайды. Құлағына шықырлаған ақша мен сылдырлаған күміс теңгені жалшысы санап жатқанда естіліп кетеді. Ол тағы да есікті бір теуіп кіріп барады. Екі баласын екі жағына алып, қаннен-қаперсіз рахаттанып ұйықтап жатқан жалшысын көргенде не істерін білмей қалады. Үн-түнсіз білдіртпей үйден шығып кетеді. Сонда да күдігі сейілер емес. Ертесіне жалшысының көңілді, сергек қалпы байға өзін мазақ қылып тұрғандай көрініп кетеді. Бай ақыры: «Менің қазынамнан біраз қаражат жоғалды. Соны сенен басқа ешкім алған жоқ. Себебі сен үнемі көңілді жүресің. Тыққан ақшаң болған соң көңілің тоқ боп жүр», дейді. Сонда жалшысы: «Қожайын, жағдайың сорлы құлдан да жаман-ау. Күнде кешке үйімді торауылдайсың. Менің байлығым екі балам мен жан-жарым, және денсаулығым мен қара күшім. Құлан ектеніп таң атқаннан кеш батқанша Тәңірімнен осы байлығымнан айыра көрме деп тілеймін. Сондықтан мен бақыттымын, көңілдімін», деп жауап береді. Не дерін білмеген бай үн-түнсіз қалады. «Япырмай, шынында да мына қарақұл бақытты. Мен сияқты қызғанатын байлығы да жоқ. Байлық маған бақытсыздық үшін біткен бе? Басым ауырып кетті». Осы күні жалшы үйіне ерте қайтты. Оның сыртынан қарап тұрған бай алдынан жүгіріп шыққан екі баласына қызыға қарап қалды. Соңы.